Бүгінгі дәрісіміз Сәкен Сейфуллиннің шығармашылығы 11-ші дәріс. Сәкен Сейфуллиннің шығармашылық өмір жолы, өлеңдері, эпикалық туындылары. Көкшетау поэмасына байланысты, Аққудың айырлы поэмасына байланысты. Содан кейін прозалық драмалық туындыларына тоқталатын боламыз. Жалпы Сәкен Сейфуллиннің шығармалар жинағына былай көз жүгіртетін болсақ, 1914 жылы өткен күндер деген жинағы шығады. 1922 жылы екінші жинағы Асау тұлпар деген атпен шығады. Содан кейін 24 жылы Домбыра деген атпен үшінші жинағы шығады. Содан кейін 26 жылы Экспресс деген жинағы, сосын кейін Тұрмыс толқынында 1928 жылы жарыққа шыққан. Сейфуллиннің төңкеріске белсене атсалысуы, ондағы көңіл күйі, құбылыстарының асығып тез аттандық, кел жігіттер, жас қазақ марсельзасы, кімде кімнің тасқын судай қайраты, біз және тағы басқа өлеңдеріне көрініс табады. Сәкен поэзиясының тақырып, жанр жағынан байи түсуі, өз туындыларындағы еңбек адамының сүйкімді бейнесін қоғамның тыныс тіршілігімен байланыстыра суреттеуі, жұмыскерлерге қарайғыр, бұлшықет, маржан, біздің сәуле өлеңдері арқылы көрініс береді. Қызыл ат поэмасында Қазақстандағы кіші октябрьдің авторы Голешекиннің қазақ ашаршылыққа, босқындыққа ұшыратқан қанқұйлы саясатын символдық образдар арқылы ишарамен білдіреді. Оны оқырман сезінеді. Сәкеннің өзіндік, бұл дастандағы Сәкеннің өзіндік жаңалығы деп атауымызға болады. Көкшетау поэмасы 1929 жылы жазылды. Шығарма оқиғасы ел аузындағы аңыз әңгімелерге негізделген. Бұл Абылай ханмен байланысты. Сәкеннің бақыт жолында Қызыл сұңқарлар пьесалары және олардың қазақ драматургиясының туып қалыптасуына өзіндік сүрелін салғандығын айқын сезінеміз. Сәкен Сейфуллиннің тар жол тайға кешу мемуарлық романның шежірелік, өмірбаяндық, публистикалық сипаттар. Шығарма 16-19 жылдардағы тарихи оқиғалар суреттеген. Яғни осы кезеңдегі, патшалық кезеңдегі, сол кезеңде болған тарихи дүниелер осы романды көрсетіп берген. Бұл мемуарлық роман. Тар жол тайға кешудің жанрлық жағынан ерекшелігі де тарихтағы өткен оқиғалар нақты көрсетілуі, әрі оның көркем шығарма түрінде жазылуында. Басты кейіпкер Сәкеннің өзі. Романдағы автор тұлғасы мен ондағы орта, заман, уақыт құбылыстарының диалектикалық бірлігі. Қарап отыратын болсаңыздар, дәл осы романда алаш зиялылары айқын көрініс береді. Сәкен мен алаш зиялылары арасында қарым-қатынас бір түсінікті талғам тұрғысында айтылады. Қазір уақытымыз жасауын айта жатармыз. Жалпы қорыта айтатын болсақ, Сәкеннің асқан дарындылығын, ақындығын Ғабит Мүсірепов тұла бойы тұнып тұрған ақындық еді. Қара тырнағына шейін ақындық үшін жаратылған. Сәкен қазақ совет әдебиетінің негізін бірден-бір қалаушы, көшбасшы болды. Тарих оған жүктеген міндетті ешқайсымыз атқарған жоқпыз. Тарихқа зорлық жүрмейді деп бағалаған. Ал Мұхтар Әуезовтің сөзімен айтсақ, Сәкеннің ақындық асуларында әр жотадан атой бергендей тәкаппар сөз үндері, жабы мінезіміз, соны түсінігіміз деген сияқты бір әдемі кесек-кесек көзқарастармен сипаттап кетеді. Бағана атап өттік қой, жалпы алаш зиялыларымен арадағы қарым-қатынасы, бұл жалпы Әлімхан Ермековтің мынандай бір сөзі бар. Сәкенді біз қызылдардың ортасында жүрді деген болмаса, жалпы Сәкеннің ұлтжандылығы бізден жоғары дейді. Оны білесіздер, оны мына дүниемен айғақтауға болады. Жалпы сол кезеңдегі құжатта қырғыз деген сөз бізде басты назарда болды. Оны қазақ атына ауыстырған. Сонан кейін контордағы, яғни офистегі тіл қазақ тілі болмай, қазақ тілінің көсе-көз көгермейді деген сияқты керемет пікірімен тарихта қалған адам ретінде танимыз.